Кайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше ораза айында ауызашарға дайындауға болатын сметаник дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Ұнымызға қамыр қопсытқыш және құмшекерді салып араластырып дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, онымен майды қолмен біріктіру арқылы крошка жасаймыз. Дайын болған крошкамыздың үстінен бір жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ әп-әдемі болып шығады. Енді осы қамырымызды формаға жабыстыратын боламыз. Егер қамырларыңыз жұмсақтау болып кетсе, тоңазытқышқа қатырып алсаңыздар болады. Мендегі форма 26 диаметрлік форма. Енді біркелкі қылып барлық жеріне бірдей болатындай жабыстырып шығамыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Қаймағымызға жұмыртқа саламыз, ұнымызды саламыз және құмшекерді салып жақсылап араластырамыз. Енді қамырымыздың үстінен салмасын құямыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп дайын болды, және де мен 5-6 сағаттай суытып алдым. Бір күн тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар да болады. Осылай әбден суытып, бірақ осындай формамен оятын боламыз. Егер сіз ыстықтай оятын болсаңыз, езіліп кетуі мүмкін. Әбден суыған пирог болуы қажет. Мінекей сол кезде әдемі болып бөлінеді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай әп-әдемі болып ойылып шықты. Сметаникімізді әдемілейтін боламыз. Бетіне осындай ерітілген шоколадты жағып шығамыз. Барлық жеріне бірдей қылып жағып шығамыз. Әсемдік үшін киви мен анар қолдандым. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген жеміс түрін қолдансаңыздар болады. Мінекей біздің ай түріндегі ерекше сметаникіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Және бірден көзге түседі. Дәл осылай ауызашарға жасап, қонақтарыңызды таңғалдырыңыздар. Достар, видеоны лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.